Сәлем достар, сіздермен бүгін Райка және бүгінгі видеода мен сіздерге қалай дұрыс самса пісіру керектігін үйретемін және менің арнама тіркеліп лайк басып қоңырау басып кеттіңіздер, сонда мен видеомды өтіп кетпейсіздер. Достар, менің Instagram және TikTok аккаунтым бар, соған подписаться етіңіздер, сонда сіздерге өте көп рахмет. Қазір біз негізінде бешбармақтың тестасы, ал мынау самсаның тестасы. Бұл тесталар любой магазинде сатылады, сондықтан Россияда білмеймін мұндай теста бар ма, бірақ Қазақстанда бұл бар. Сондықтан мынау упаковкасын ашамыз да, міне. Поцелуй мои губы, 100 звонков этой твоей подруги. Я не хочу отпускать ее руку. 5 минут превратились в секунду. Не могу о тебе не думать. Достар, упаковкасын ашқан соң осылай 4 бұрышты сызықтар істеп қоямыз. Бұл маған анам көмектесті. Сонда біз осылай типа крестика, нолика сияқты мынау дәу нені ыдыста қалған нәрсені ол қалады басқа самсаларға, ал мынау 12 самса жасаймыз осындай нелерге. Сіздер де аналарыңыздан сұрасаңыздар болады. Сонда осылай 4 бұрышты нелер шығады. Көріңіздер и наслаждайтесь. Делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечно, вот идиот. Делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечно, вот идиот. Я хочу, чтобы ты мне говорила о любви. Никого не слушай. Достар, 4 бұрышты квадратқа кесіп болған соң мына жерге ұнды себеміз да. Осы 4 бұрышты нандарды дөңгелек қылдырамыз. Біріншіде көрсетейін, біріншісін дөңгелетіп, сосын басқалары мен де дәл солай істейсіздер. Достар, міне осылай дөңгелетіп қоясыздар, және басқалармен де осылай дөңгелетіп істейсіздер. Менде осылай шықты. Және осы дөңгелектен тестаны алып, ұнға батырып, оны оқтаумен осылай дөңгелетіп істейсіздер. Міне достар, осылай дөңгелетеміз, және басқалармен де осылай дөңгелетіп жасаймыз. Мен сіздерге айтайын, бұл мен өзім ғана жасады. Мені анам вообще көмектескен жоқ. Міне. Енді фаршты аламыз. Фарш емес пе, білмеймін. Бұл маман істеді. Осылай етті ішіне саламыз да, самсаның формасын жасаймыз. Бірінші бір жағын бөгейміз, екінші жағын бөгейміз, және баланы неткен сияқты пеленальный істейді ғой. Сол сияқты самсаны солай істейді. Міне, осындай самса. Енді осылай басқа самсалармен істейміз. Осы барлығын салып, қазір мен сізге көрсетем, қалай барлығын қалай болды көрсетем. Міне достар, 12 самса дайын. Енді бір жұмыртқаны жарамыз да кесеге, және осылай араластырып
оны самсаларға, барлық самсаларға жағып шығамыз. Достар, сіздерге скучно болмағандықтан мен сіздерге хочу порекомендовать менің подругамды Нұрдана деген менің лучший подружкам. Оның да YouTube каналы бар, Нұрдана Oh My God. Ол сіздерге өте көп видео түсіреді. Оның каналында 27 немесе 28 видео бар. Солар ол сіздерге старается неделесіне бір видео салуға. Сондықтан арнасына тіркеліп, оларды қолдап қойсаңыздар болады. Нұрдана Oh My God. Ода қазір 44 подписчик болған. Жоқ, 43 болған. Сосын одан 2 адам отписаться етті. Ол өте өкінішті. Өтіне отписаться етпеңіздер. Оны Нұрдананы қолдап мотивация істейік. Сіздерге көп рахмет. Достар, міне самсаларды біз духовкаға апарамыз. Духовка мына жерге светті жағып, және 180 градусқа қоямыз. Сосын 40 минут күтеміз. 40 минутта осы піседі. Міне достар, пісті. Бұл өте дәмді. Қазір мен сіздерге ашып көрсетемін. Міне ішінде пісті бәрі. Достар, өте дәмді шықты. Сондықтан осы рецепті істеңіздер. Бұны чисто өзім жасадым. Сіздер де ондай жасай аласыздар. Сіздерге ас болсын және күндерің сәтті өтсін. Сіздермен болған райка, және бүгін арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Пока-пока.